Ассалаумағалейкум, арма қазақ. Барлығыңыз түгелсіздер ме, барма қазақ деп. Мына қазақ атамыз айтқандай, бүгін міне Шиелі ауданының 5 жұлдызды қонақ үйінде, 5 жұлдызды мейрамханасында ақ түйенің қарны жарылып, үлкен мереке болып жатыр. Әрине, бұл мереке бүгінгі Сүттіқұдық ауылындағы нөмір 22-ші Бегайдар Аралбаев атындағы орта мектебінің бітіруші түлектерінің мерекесі. Сол үшін сол түлектерімізге барлығымыз қошеметтеп, шапалақтап қояйық, құрметті ағайындар. Әрине бүгін ерек күн, әрине бүгін бөлек күн. Сондықтан осыдан 11 жыл бұрын тардай болып келіп, бүгін міне таудай болып, үлкен өмірге табалдырық аттап, үлкен баспалдаққа қадам басып жатқан түлектеріміз қуаныштары шексіз. Сондықтан барлығымыз орнымыздан тұрып, көңілімізді ортаға бұрып, бүгінгі түлектерімізді жақсылап қарсы алайық ағайындар. Ортада 2018 жылғы жас түлектер, қошеметтеп қойыңыздар. Хей! Жас түлектерді бастап келе жатқан Ақтөреұлы Қантөремен Жұмабекова Күлер қызымыз. 25-і Абыржанұлы Абырханмен Қанатқызы Алайнұр. жас түлектеген кеудеге Сафай Жүлеуімізбен Есенбек Дидар ақсымы. соңғы қолары сыңдарымен Оңғарылы Мәмет Самабекпен Әбілқазы Нұрман Әзеке. есігіне шапқанбыз. Осыны Бақтылаумен Жақтарымыз Расул. Қошемет қайнағайда. Мүмкіндік жоқ қой сол Ақыралы Ертатпен Олжасқызы Өміріш. Осыны Мәмет Қамылжанқызы Гүлнұр. есіңе қалай кетеді Бүгін Нұржан және Асылхан Динара. Бексінұлы Бағлан. Қайратқызы Ақбота. Талғатұлы Нұрмағамбет. Ғабит қызы Бекшат. көргенде орын Жардай Бауыржанмен Сұлтанбайұлы Қамаға. тақтаны көрсең қазір өзіне Айдат Қосжанды Өмірмен Күрсін. Нұрмағамбет Аружан Бекшина. Және де Ербол Елмеремен Аққызға. жасыл күлгенде балалық өткенде мүмкіндік жоқ қой сол Өте керемет міне. Биылғы бітіріп жатқан 33 түлек болса, соның 31 түлегі, яғни жаңа өмірге қадам басып отқан жастарымыз алдарыңызда. Әрине баласы бәйге шапса, анасы үйде отырып тақымын қысады дейді. Сондықтан үлкен өмірге қадам басып жатқан жас түлектерімізге ұстаздар мен ата-аналары қошеметтеп қойыңыздар. Кәнекей! Бүгін жаңа айтып өттім, ерек күн, бүгін әрине бөлек күн. Бұл кісілер оқушылық өмірмен мәңгі қоштасып, үлкен өмірге қадам басып жатыр. Сондықтан да қадамдарының оң болсын деп, 10 жылдық, 20 жылдық, 30 жылдық мектеп бітірушілердің кезінде барлығында түгел көрейік деп, ортада жақсы бір вальспен қарсы алайық оқушыларды. Ортада оқушылар бар. болсақ та бұрын соң алыс болайық жақыннан таныс әуенге ырғалып бірге ортада билейік вальс хор қызы секілді бейне отасын көңілді күйге қолымды ұстап саған келіңіз шақырам биге иығымда қолдарың сені
Қошисан қиды сен өзіңді ұстадым мәңгі ішімнен тіледім үнсіз бітпесе екен деп әуен иығымда қолдарың сенің қолыңда нәзік менің қанекей фотоға түсірші бақытты сәтімді менің иығымда қолдарың сенің қолыңда нәзік менің қанекей фотоға түсір бақытты сәтімді менің Оқушылар енді мына жерде менің алдымда жеребе тұр. Жеребе болғанда сіздердің тілек айтатын нөмірлеріңіз. Соны осы жұптарыңызбен келіп, бір-бірден алып кетіңіздер, сол бойынша тілек айтамыз. Келе қойыңдар. Кейіннен келіп жатқан ұстаздар, дастарханның басына жайғасыңыздар. Шетінен біртіндеп ала беріңдер. Келіңдер. Сөйтіп өз орындарыңа бара беріңдер. Бір-біреуден, әрқайсың бір-біреуден. Ал құрметті ұстаздар, құрметті ата-аналар, құрметті оқушылар, енді шамалы сабыр сақтап, дастарханның басына жайғасып, өз орныңызды тауып, жайғасқаннан кейін, шамалы құлақтарыңызды бері қарай түріп, бүгінгі қызықшылықтың бастауына рұқсат етіңіздер. Мынау қазақ бисмилласыз сөз бастамаған, сондықтан алғашқы сөзді бисмилла деп бастап, бүгінгі кешімізді ашып беру үшін ортамызға мектебіміздің директоры Тұрар Әбдіқадыр орынбасарұлы және де мектеп директорының орынбасары Бегдуәлі Тамар апайымызды, мектебіміздің кәсіподақ ұйым төрағасы Мақсұт ағайымыз және де мектеп психологы Нұрдәулет ағайымызды қошеметпен ортаға шақырайық. Кәне қазақта жақсы сөз бар. Жақсы іске жас келсе, іс біте береді дейді. Сондықтан біздің басшыларымыз да жас. Сондықтан жастар жүрген жерде биылғыдай результат, биылғыдай қорытынды шыға береді деп ойлаймыз. Сондықтан сөздің басы мектеп директоры Әбдіқадыр ағайымызға. Кеш жарық, қымбатты ата-аналар, құрметті ауылдастар, біздің аса қымбатты бітірушілеріміз, баршаларыңызды бүгінгі мектеп бітіру кешіменен шын жүректен құттықтаймыз. Міне кеше ғана ұлттық бірыңғай тестілеуден үлкен сынақтан өтіп, иықтан жүк түсіп, міне бүгін жеңілдеп отырмыз. Міне Құдай қаласа көрсеткішіміз жаңа Асылжан айтып жатыр. Енді үздік бір 10 мектеп болса соның жоғарғы жағында деп ойлаймыз. Енді Құдай қаласа міне биылғы оқушылардың ізденімпаздығының арқасы деп айта аламыз. Енді бітіріп жатыр ғой, айта беруге рұқсат енді деп ойлаймын. Ата-аналарға да міне үлкен алғысымызды білдіреміз осы жиынды пайдалана отырып. Биыл енді
бұл мектеп болғалы міне бұндай қалада, міне кент орталығында мейрамханаға істеген жоқпыз. Енді өздеріңіз де білесіздер. Биылғы міне бітірушілердің несібесі шығар, ауызбіршіліктерінің арқасында шығар. Енді осындай кереметтей бір отырыс болғалы тұр. Міне енді бұл енді қандай форматта өтеді, бұл отырыс қандай ережемен өткізіледі, ол енді өздеріңізге байланысты. Ата-аналардың да бұл жерде жауапкершілігі де мақсаты да айқын. Енді баршаларыңызды тағы да міне құттықтаймыз. Кешегі бір алтын белгіміз, 2 үздік аттестатымыз. Бұның өзі аудан бойынша 30 алтын белгі болса, соның 42 мектептің ішінде бізден міне біреуі соның біздің оқушымыз Заманбек. Тағы да құттықтап қояйық. Міне құтты болсын. Енді міне Құдай қаласа міне нөмір 52-ші Бегайдар Аралбаев атындағы жалпы орта мектебі кеше енді тестілеумен ғана шектелмейміз. Олимпиададан да биылғы оқушымыз міне облыстық Ыбырай Жақаевтың құрметіне болған сайыста міне қан төре жүлделі 3-ші орын алған. Міне онда бір құттықтап өтейік. Тағы да міне құтты болсын. Бұның барлығы қазір 1 минуттың ішінде айтылып отыр, бірақ дегенмен де қанша тер төгіп, қанша ізденіп, қанша еңбектенген, қанша тер төккеннің арқасында келетін нәрсе, келетін дүние. Енді ата-аналарға да айтарымыз, Құдай қаласа, осындай алтындай ұл қыздарымызды міне жоғары оқу орындарына, болмаса міне арнаулы оқу орындарына, болмаса еңбекке міне араластырады. Мектеп өмірден өз орындарын табуына үлкен септігін тигізеді деп ойлаймыз. Біз енді мектеп қайда жүрсе де, мектеп әкімшілігі, мектеп ұжымы осы оқушыларға тілектес. Биылғы міне шәкірттерімізбен қайда жүрсек те міне мақтана аламыз. Тіл көзіміз тасқа. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осы отырыстың өткізілуіне тағы да себепкер болып отқан ата-аналар қауымына тағы да алғыс білдіреміз. Рахмет. Рахмет әбеке. Енді мектеп басшысы сөйледі. Енді қаншама жетістіктеріңді, қаншама атқарған істеріңді, және де ата-аналардың қаншама көмектескен барлығын айтып жатыр. Ендігі кезде бізде оқу заушының міндетін атқарып жүрген Тамара апайда. Сіздерге қанша айқайлады, қанша айналды, қанша бастарынан сипады, результат бар ең бастысы. Енді Тамара апай сіздер. Құрметті ата-аналар, және мына бүгін Алтынұя мектебінен шыққалы отырған шәкірттеріміз, ұстаздар, бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Әрбір жанұяда әрбір баланың орны бөлек болады ғой. Сол сияқты біздің әр жылғы бітірген оқушыларымыздың, яғни биылғы бітіріп бара жатқан 11-ші сыныптың 30 оқушының әрбір 30-ның бір-біреуінің орындары ерекше болады. Біз бір оқу жылында, яғни 9 ай бойы осылармен ұрыссақ та, күлсек те, сол шаршағанымыздың барлығы бір сәтте ғана ұмытылып, соны қазіргі кезде жаңа осы ауылдан шыққаннан ақ біз еске алып айтып келе жатырмыз. Ой, ана оқушының мынандай жері бар еді, мынау мынандай деп барлығының біз қайтсек те барлық ата-ана сияқты әр баласының өзінің бір жақсы жерін іздейді ғой. Сол сияқты ұстаздар қауымы да кез келген ұстаз өзінің алдындағы оқушының жақсы жақтарын ғана көре біледі. Биылғы шәкірттеріміз өзі қыркүйек айынан ең бірінші келгеннен ақ біздің шамалы арқамызды кеңге жайғанымыз белгілі. Себебі біз бұлардың биылғы жылғы бітіруші сыныптардың білімділіктеріне, тәрбиеліктеріне біздің көзіміз сол кезден ақ жеткен. Биыл міне соны ақтап шығып, міне кеше ұлттық бірыңғай тестілеуден де
ең үздік деген жаңа алғашқы 10 мектептің ішінде шығарымыз деді ғой. Оған біз сенімді түрде айта аламыз. Ұлттық бірыңғай тестке 36 мектеп қатысатын болса, соның 30 мектебі біздің артымызда. Біз 6-шы орында тұрмыз аудан бойынша. Біз қазір ауданның орта балынан, облыстың орта балынан да жоғары біздің мектептің орта балы. Осылардың барлығы біздің ұстаздарымыздың арқасы, сол ұстаздардың берген білімдерін бойына қуат қылып, соны ақтай білген оқушыларымыз, шәкірттеріміздің арқасы. Мынау барлық шәкірттерімізге алдағы уақытта мынау үлкен жолға басқан қадамдары құтты болсын дейміз. Үнемі осында ауызбіршіліктерің мол болсын. Қайда жүрсеңдер де аман болыңдар. Бір-бірлеріңді іздеп сағынатын болыңдар. Барлық уақытта тағы да сөзімді ұмытқан, өткенде де ұмытқан. Аман болыңдар. Біз сендерді сағынамыз. Ой, рахмет. Әрине бүгін толқитын күн. Бүгін қуанышты күн. Бүгін Ақтиеннің қарны жарылған күн. Сондықтан бүгінше барлық уайымды ұмытыңыздар. Документ тапсыру, анау қай университетке тапсырам дегенді ұмытыңыздар. Ертең түстен кейіннен бастап ойланасыздар оған. Бүгін көңілді қошеметтеп, осы ұстаздарға, ата-аналарыңа алғыстарымды білдіріп, қошеметтеп отырыңдар жас түлектер. Ендігі тілек Нұрдәулетте. Құрметті ата-аналар, ұстаздар, оқушылар, бүгінгі мереке бола берсін. Ең біріншіден ата-аналарға айтамыз, өсіріп отқан ұл-қыздарыңыз кеше ОБТ-дан жақсы көрсеткіш көрсетіп отыр. Ендігі алдағы өмірлеріне таңдаған мамандықтарына түсе берсін деп тілейміз. Осы оқушылардың жетістігі біздің ұстаздарымыздың арқасы деп ойлаймын. Ал оқушылар өмірге асқан қадамдан құтты болсын. Әрдайым өз жолдарын таба біліңдер. Асылжан айтты ғой, 10 жылдық, 20 жылдық, 30 жылдық бәрі түгелдей аман есен келе беріңдер. Сол Оқушылар, барлықтарың алдағы сынақтардан сүрінбей, бір-бір оқу орнына түсіп, бір-бір мамандықтың иесі болып, ата-аналарының нандарын жегізе беріңдер. Бәрекелді, рахмет, қошеметтеп орындарыңызға жайғасыңыздар, құрметті ұстаздар, құрметті мектеп басшылары. Енді биылғы жас түлектерді өздеріңіз білесіздер ғой, ұстаздар да біледі, ата-аналар да біледі әрине. Өзінің баласы қандай, қызының қандай. Менің естуім бойынша бұл оқушылар 1-ші класстан бастап зерек болған. Барлық бала бірдей деп айта алмаймын, дегенмен бұлардың пайызы 80%, зеректікті 80% құрайды барлығы. Бірінің бірі артын жауып, жақсылыққа қарай жүреді. Бұлардың жақсылығы мектеп бітірген кеше өздеріңіз көрдіңіздер ОБТ-дағы результатын. Содан білуге болады. Мектептегі өткізіп атқан, бұлардың қатысқан іс-шарасынан білуге болады. Бұлардың анау видеоролик түсіріп, соған көрініс көрсетіп, кино түсірген идеяларынан білуге болады. Бұлардың сабақтан қашпай, сұранып қашатынынан білуге болады. Бұлардың жылда мектеп бітіреді, барлығы бір-бір Геленваген жип жалдап алып, ауылды шулататын. Бұлар бірінші рет газельмен шыққан енді көріп тұр. Бұлар Қазақстан экономикасына үлес қосып отқан оқушылар бұлар. Газельмен жүрді. Бұлар алтын күзде бір подарка болса, сат жеріп ақшасын классқа бөліп жүретіндер бұлар. Сондықтан заманда есепке мықты оқушылар, осы кісілер, Құдай қаласа алға басқан қадамдары жақсы болады деп ойлаймыз. Сол үшін ата-аналар мен ұстаздар осындай жас түлектерге қошеметті сіздер көрсетіп қойыңыздар енді. Ал енді ағайындар, мынау үлкен тамақ келе жатыр, жақсылап қарсы алыңыздар, дастарханды ашып, ата-аналарға, ұстаздарға тамақ тартылсын.
Енді жаңа мектеп басшылары дастарханымызды ашып, жақсы тілектер айтты ғой. Сондықтан алдарыңызға осы жердің қызмет істейтін қыздары тамақты әкеле береді. Дәмнен алып отырыңыздар, тағамнан алып отырыңыздар, судан ішіп отырыңыздар. Біз кешімізді ары қарай жүргіземіз. Енді маған жас түлектердің арасынан бір 4 жігіт орнынан тұрсын қазір. 4 жігіт тұрыңдаршы кәне. Біреу тұрды, екеу тұрды, үшеу тұрды, төртеу, бесеу болып кетті. Біреу отырды, төртеу тұрды. 4 жігіт келіңдер кел. Төртеуін келе қойыңдар. Таласпаңдар деген не болды ғой? Енді құрметті қонақтар, осы оқушылардың барлығы осыдан 11 жыл бұрын нөмірі 52-ші Бегайдар Аралбаев атындағы орта мектептің табалдырығын аттап, тарыдай болып мектепке кірді. Үйінде ата-анасы тәрбиелесе, мектепке келгеннен кейін құшақ жая қарсы алатын ол кім? Мұғалім. Мұғалімнің ішінде кім? Алғашқы ұстаз. Гүлжан Атабайын кеше ғой жұмысқа тұрған. Алғашқы ұстаз қалай. Енді осы жас түлектерімізді мектепке тарыдай етіп қабылдап алып, таудай болып шығуына шығарып салған алғашқы ұстаздары бар. Және де 5-ші класстан алып, осыларды 11-ші классқа дейін, осылардың қызығы мен қиыншылығына төтеп беріп, барлығында үлкен азамат пен азаматша етіп шығару әрине сынып жетекшінің міндеті. Сондықтан сынып жетекшілерді, 4 сынып жетекшімізді ортаға қошеметпен билеп тұрып, жақсылап көңілдерін көтеріп тұрып алып келу төртеуге жүктеліп отыр, асықпа. Олай болса, бастауыштағы сынып жетекшілері Нұрділдаева Гүлнар апай, Әділбек Раушан апай, және жоғары сынып жетекшілері Бертиярова Гүлжанат апай мен Акбарова Гүлназ апайды қошеметпен билеп тұрып, музыкамен аттырып орнымыздан тұрайық жас түлектер! Орнымыздан тұрып қошеметпен бердік. Отыра беріңдер енді. Дауыс Интернешнл тобы ортаға шықты. Мына Гүлнар апайымыз, Раушан апайымыз, алғашқы ұстазы, Гүлжанат пен Гүлназ апайымыз, бітіруші сынып жетекшісі, тілегенді әрине алғашқы ұстаздан басталады. Мынау мектепке келген оқушыны А деген алфавиттегі әріптен бастап үйреткен әрине осы кісілер. Сондықтан бұл кісілер ыстық болып көрінеді, бұл кісілер мәңгі ұмытылмайды. Сондықтан алғашқы ұстаздарына бір қошемет көрсетіп қойыңдар, жас түлектер. Гүлнар апай. Құрметті ата-аналар, 52-ші мектептің атақты да аяулы ұстаздары, бүгін кең сарайда ақ дастарханның басында дастарханнан дәм татып отқанымыз, гүл-гүл жайнап күліп отқанымыз, кішкентай балаларымыздың мектеп бітіру кеші ғой енді, себепкер отқан. Не дейміз? Осындайда көп нәрсе еске түседі. Жаңағы мектеп басшылары айтып жатыр ғой, жақсы жетістіктерді. Енді мектепте жүргенменен бұлар көреміз, білеміз дәл қазіргі сәттерін. Бірақ жаңағы әр сыныпта олардың не істеп жатқаны бізге беймәлім. Біздің көз алдымызда қалғаны бұлардың сол алғашқы бастауыш сыныптағы баспалдақ кезіндегі қылықтары тәтті.
солар көз алдымыздан кино лентасындай өтіп жатыр енді бүгін. Мен осы бірінші Б сыныбы деп қабылдадым. 21 оқушы ұмытпасам. Бізде Ислам Диас деген сырттан кетіп қалды, бір оқушы болған. Сосын Райымбек Бағдаулет болды бізде. Қазір жоқ болып тұр ғой енді. Сосын мен ерекше айтқым келіп тұрғаны сүндет болған. Дәл осы сәтте тағдырдың жазуы шығар, бірақ сүндет осы дастархан басында отыратын еді. Соны бір еске алсақ деп өзім бір ниет етіп тұрмын. Оқушылар, орнымыздан тұрып, сыныпта оқыған баламыздан бір минут еске алып жіберейік. Рахмет. Өзі де ерекше болып, жаңағы қоңырқай костюм шалбар киіп, партаның алдында отыратын, сол бейнесі көз алдында қатты қалып қойыпты. Енді айтайын дегенім, барлығының да орны ерекше, барлығы да керемет болды. Маған енді осындай кезде айтсам артықтығы жоқ шығар деп ойлаймын. Бір жағы сыныптастары күліп отырсын. Көп жұмыс жасатқан Әмірхан болды. Себебі ол ата-анасымен үнемі тауда болды. Мектеп адамды енді көрмеген ғой. Мамасы да ертіп келген жоқ, мойындайсың шығарсыз, Закира жетектеп ертіп келген. Мен қабылдап алдым. Бір ай алыстым енді Әмірханмен. Ручканы ұстатуды, жазуды, сызуды үйретіп. Бір ай қиналдық, бірақ жаман емес, ары қарай алып кетті. Осынысын ерекше айтайын, Әмірхан ескеріп жүретін шығар. Қазір ең бай Әмірхан болып тұрды, 500 қой бар. Айтып жатырмын ғой. Енді әрқайсың бір-бір мен үшін тұлға боласыңдар деп ойлаймын. Мектеп бітіру салтанатты кештерің құтты болсын. Жақсы жетістікке жетіп жатырсыңдар. Мектептің атын шығарып жатырсыңдар. Оның ішінде ерекше мақтанып та жатырмыз. Түсте көріп жатырмыз, айға да ұшып жатырмыз. Астанаға да барып жатырмыз. Рахмет сендерге. Ата-аналар мынау ата-ананың бір қызығы бала деген дейді, балаларыңыздың қызығын қызықтап, мынау кең сарайға дастархан жайып, қуанышын осылай ұйымдастырып жатқан сіздерге де рахмет. Ерекше айтайын, әр қыздың атын атап тұрып айтайын, барлығы да тамаша қыздардың. Жансұлу, Ақсұңқар, екі Динара бар, ұмытпайтын шығар, мен ұмытсам ренжімеңдер. Арай, Бекзат, Ақбота, Эльмира, Арайды айттым ба? Гүлнұр, Шынар. Шынар өте тамаша, сауатты жазатын тұғын. Енді барлығы да сондай бір ерекшеліктермен есте қалды. Ал балалар болса, ұлдар болса, олардың басы бас енді. Сендерге айтар тілегім, әрбір басқан қадамдарың нық болсын, мақсаттарың айқын болсын, сол мақсатқа жету жолында денсаулықтарың мықты болсын. Кешегі жинаған балдарың бойларыңа құт болып, барлықтарыңда оқу орнына түсіп, белді бір маман иесі болып шығыңдар. Мен сендердің барлықтарыңды да жақсы көремін және де ұмытпаймын. Ақ жол сәттілер. Ой, рахмет айтқаныңыз келсін. Сіз Б классы ма? Енді А классына берейік. Рошан апай.
Қымбатты да қадірлі ұстаздар, ата-аналар және мынау жас түлектерім. Мынау бүгін бір ерекше қуанышты күн. Бүгін мынау айтылған тілектердің барлығы періштердің құлағына шалынып, арман тілектер орындалатын күн болсыншы. Ал мынау жас түлектер ең алдымен қол алған аттестаттары құтты болсын. Дәл сол күні мен бара алмадым, өйткені маған ешқандай хабар келген жоқ. Сол себептен сенен кешірім сұраймын. Сол күнгі бірақ сендердің жақтарыңдамын, сендер жайлы айтылған қандай тілек болсын, соның барлығына мен шын жүрегімнен қосыламын. Ал мынау сендер балалық балдәуренде мектеп өмірімен қоштасып, үлкен өмірге қадам басқалы тұрсыңдар. Яғни сендердің алдарында студенттік өмір деген есігін айқара ашпақшы. Осы белестен өздеріңнің қалаған мамандықтарыңды таңдап, өз жүрек қалауларымен өздерің таңдаған жақсы мамандық иесі болуларыңа шын жүректен тілектеспін. Осы жолда сендерге қайтпас қайсар, жігерлік, өздеріне деген сенімділік, мықты сәттілік әрқашанда жолдас болсын. Ал мынау ана өзінің емізген ақ сүтін, ал ұстаз берген білімін еш уақытта міндет қылмайды. Ал оны бала іштей сезініп, сол анасы мен ұстазының игі істерін әрқашанда іштей мойындаса болғаны. Одан артық бізге ешқандай да мәртебе жоқ. Осы жерде айта кеткім келеді, мен бастауыш сыныпта аяқтаған 4 жыл бойы Биғазы Фариза деген оқушы болды. Сол оқушы осыдан бір 20 шақты күн бұрын хабарласып, апай, мен сіздің оқушыңызбын, мен сіздің шәкіртіңізбін, мен сіз арқылы осы алған жетістігім сіздің еңбегіңіз, мен де алтын белгіге іліндім деп хабарласқанда мен өте ерекше қуанышта болдым. Міне бұдан артық бізге ешқандай мәртебе керек емес. Ал мына осы өмірде тек қана сендерге сәт сапар ақ жол тілеймін. Қайда жүрсеңдер де тек қана алдарынан жарқыраған күн шықсын. Сендер бағындыра белестер оңай болсын. Тек лайым ақ жол тілеймін. Ал ұстаздар, міне мынау құтты болсын сіздерге де, мынау сіздердің еңбектеріңіз жанып, шәкірттеріңіз бұдан да биік белестерден өтіп, әрдайым сіздердің мәртебелеріңіз асқақ болсын. Ал ата-аналар, мынау бала бауыр еті, көз нұры дейді, әрқашанда бауыр еті балалардың аман болсын. Сіздер әр уақытта тек қана лайым биіктерден көрсетсін. Тек соған біз тілеулеспіз. Ал жас түлектерім, сәт сапар ақ жол. Ой, рахмет. Көрінені оқушылар, ұстаздарым 45 минут сабақта сөйлеседі, ешқашан 25 минут тілек айтып көрмеген. Сондықтан бұл кісілер бүгін толқып тұр, қуанып тұр, шаттанып тұр. Сондықтан жүрегіндегі барлық тілек жарды ақ көңілдерін осы тілектер арқылы білдіріп тұр. Енді бастауыш апайларына қошеметтеп қойыңдар, оқушыларым. Бәрекелді. Ал енді ең қиын кезеңге келіп кезде, біреуінің еркелігін шығып, біреуінің бұзықтығын шыққан кезде, біреуің жігіт бола бастаған кезде, мына сендерді арғырай тәрбиелеген осы екі сынып жетекші, Гүлжанат пен Гүлназ. Сондықтан ендігі тілектің кезегі жоғары сынып жетекшілерге. Екеуінде жасы 18-де кім бастайтын білмеймін. Аралас бастай ма? Алдын алдым, бірінші жиналған қауым, барлығымызға құтты болсын. Кеш құтты болсын барлығымызға, не дейміз? Мектеп ашылғанына үлкен алғысымды айтамын. Осы сеніп тапсырғанымда 11 класста соңына дейін аяқтап шығарсың деген, сол сенімді ақтап шықтым деген ойдамын. Өйткені кешегі жиған бал соған дәлел деп ойлаймын. Не деймін? Құрметті ата-аналар, сіздерге алғысым шексіз. Өйткені сіздер мені
қай кезде де болса да, қай жерде де болса да мені қолдай білдіңіздер. Рахмет сіздерге. Ал келесі тілек мына жас түлекке, жас түлек Құдай қаласа үлкен жолға шықпақсыңдар, шықтыңдар енді, Құдай қаласа. Нағылым сол жолда ешқандай шаршамай, шалдықпай, кішкентай нәрсеге мойымай, тек қана алға жүріп, өз өмірлеріңді жалғастырып, армандарың орындалып, соған үлкен денсаулық тілеймін. Дендерің сау болса, әрқашан барлығын жеңесіңдер. Мен сендерге сенемін. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, жас түлектер, бүгінгі мереке барлығымызға да құтты болсын. Деніңіз сау болсын. Мен де осы мектеп мұғалімдеріне, яғни сынып жетекшісі ретінде ұстаздарына, осы ұлттық бірыңғай тестке дайындаған пән мұғалімдеріне алғысым шексіз. Яғни осындай балл алып, жоғары нәтижеге жеткені осы ұстаздардың және оны қолдаған ата-аналардың арқасы. Рахмет барлығыңызға. Ал енді жас түлектер, бүгін барлығын кереметсіңдер, әдемісіңдер, үнемі де сондайсыңдар. Гүлнар апай 5-ші сыныпқа берген кезде 20 оқушы келді маған, ол кезде Райымбек Бағдәулет бар. Яғни ол 7-ші класста ма, 6-ші класста кетті. Яғни қалғанымыз, Құдай қаласа, енді сүндет жаңа айтылғандай, тағдырдың жазғаны, енді сүндеттен осы былтыр айырылып қалдық, яғни қалғанымыз түптеген келе жатыр. Яғни бүгін мектептен ұшып атсындар. Яғни ұбытыдан жоғары баға алып, яғни біздің абыройымызды асқақтатқан сендерге тағы да алғыс айтамын. Шын жүректен. Айтатын тілек көп, өткенде Гүлнар апай айтып жатыр, бастауышта қандай киім кигендеріне де менің көз алдымда елестеп келеді деп. Сол сияқты мен де 5-ші сыныптан осы 11-ші сыныпқа дейін қандай киім киіп, қай жерде бұзықтық жасаған, яғни апай Әмірхан деп жатыр ғой, мен ерекше Хантөрені айтқым келеді. Хантөре үшін талай жылаған күндерім де бар, күлген күндерім де бар, ырза болған күндер, бірақ соның өзіне Хантөреге алғыс айтамын, яғни осындай сол енді айта берсек тілек таусылмайды, әлде айта береміз. Рахмет барлығыңызға. Рахмет, мына жерге естелік сөйлеп кетсек, кәдеки төртеуміз ортаға келіңіздер. Енді ата-аналар қауымының бір аз ғана сый-сияпаты бар екен. Яғни әрине шайдың дәмін келтіретін заварка, тойдың дәмін келтіретін подарка деп тамадалар айтып жатады тұғын. Сол сияқты осы ата-аналардың сый-сияпатын сынып жетекшілер қабыл алыңыздар. Кәдеги музыкалатып, қошеметпен жақсылап күліп жүрсеңіздер, күліп. Ой, бәрекелді, құтты болсын. Бәрекелді. Подаркамен суретке түсіру керек, фото есеп бар еді бізде. Отчет тапсырамыз ғой біз. Біз жаңағы берген білімімізді міндетсінбейміз, шынын айтқанда. Біз оқушылардан алып тұрмыз деп есептемейміз. Бермесеңіздер де ризамыз. Бірақ шын ниеттеріңізбен ұсынып жатқаннан кейін сіздерге көп рахмет. Бұлар алдымен оқуға түсіп, табыс тапсын, өздері, сіздер айтпасаңыздар да барлығын жасайды. Рахмет. Құдай қаласа 10 жылдықта түптіге кездесейік. Олай болса сынып жетекшілерді биге шақырмаймыз ба, құрметті жас түлектер? 4 сынып жетекшімізді билеп шығарып салайық кәдеки. Ортада сынып жетекшілер биі. Ха! Жүр! Хоп! Кәдеки!
енді құрметті қадірменді қонақтар, тілектің кезегін ары қарай жалғастырайық. Асабаның Ақордасына бүгін міне ақ лебізін білдіргелі отырған нөмірі 52-ші Бегайдар Аралбаев атындағы орта мектептің биылғы жас түлектерге сабақ берген ұстаздар қауымы келіп отыр. Сондықтан да ендігі Асабаның Ақордасына сол кісілерді ортаға шақырайық. Ақмарал апайымыз ортаға шақырайық. Перизат апайымыз, Дауылбай ағайымыз, Момбекова Жанна апайымыз. Осы кісілерді қошеметтен ортаға шақырайық. Міне бұл кісілер пән мұғалімдері. Осы оқушылардың осындай дәрежеге жетіп, 100-дің үстінде шығып жатқандар осы ұстаздардың арқасы. Мысалы, география 108 балл. Оның 40-ы географиядан. Ағылшын, 40-ы ағылшыннан. Математика оқу сауаттылығын 70-і осы кісіден. Биология уже алтын белгі кеп тұр десеңізші. Үздіктер. Ал, Ақмарал апай өзіңіз бастаңыз. Құрметті оқушылар, бірінші сендерге айтайын. Бүгінгі мынау алтын адам үшін өздеріне тиесілі Алланың берген балын алып, көңілдерің орнығып, отырған күндерің құтты болсын. Екінші ата-аналар, мынау балаларыңыздың қызықшылығының алғашқы үлкен бір тойы құтты болсын сіздерге де. Ұстаздар, тағы да бір асудан өттік. Алла абыроймен сәтті өттік. Лайым осы сәттілігіміз бұдан да аса жоғары балмен шектеле берсін. Оқушылар, сендерге тілерім, бүгін тілектің бәрі сендерге ғой. Енді бір үлкен асу, үлкен өмірдің қадамы келіп тұр. Соған аттаған қадамдарың сәтті болып, қалаған мамандықтарының иесі болып, оқуға түсіп, сол оқуды жақсы көріп, болған мамандықтарының иесі болып, жаңағы жұмысты да жақсы құлшыныспен орындайтындай, жаңылыспай оқу орындарын табуларына тілектеспін. Әр уақытта жолдарың ашық болсын, өмірде үлкен, кіші, жаңағы кедергілер кездеседі, сол кедергілерден аман есен, ақылмен шешіп, өтіп кетулеріңе тілектеспін. Әр уақытта сендер жақсы болсаңдар, сендердің атақтарың шығып жүрсе, әрине бірінші біз қуанамыз, 52-ші мектептің түлектері деп бізге келеді. Одан кейін міндетті түрде ата-ананың мерейін үстем қыласыңдар. Міне осыны әр уақытта естеріңе сақтап, үнемі алдарың, жолдарың ашық болсын деп тілеймін. Ата-аналар, балаларыңыздың қызығушылығына тоймай жүре беріңіздер. Осындай қуаныштарыңыз көбейе берсін, оқуға түссін, грант иелері болсын, Құда қаласа, оны бітіріп, одан кейінгі қызықшылықтарына куә болып жүре беріңіздер. Ұстаздар, еңбектеріңіз ақтала берсін, шаршамаңыздар, шалдықпаңыздар. Лайым жыл сайын осындай бір жақсы нәтижелерге, табыстарға жете берейік. Алла соны нәсіп етсін бізге. Осы кештің үлкен бір жаңағы хиті болып тұрған Әмірхан ғой. Ең соңғы қоңырау күні болған күні айтқан сөз иесін айтып кетейін. Апай, мен бір сөзді ұмытпай кетіп баратырмын. Гудбай деді. Соны жаңада айтты. Кешке жиналған ұстаздар, ата-аналар және жас түлектер, барлықтарыңызға бүгінгі кеш құтты бола берсін. Жас түлектерге айтарым, жақсы маман иесі болып оқуға түсіп, армандаған оқуларына түсіп жүре беріңдер. Тек қана болашақта үлкен маман иесі болып жүре беріңдер. Және ата-аналарға осы ұл-қыздарыңыздың қызықшылығын көріп, және сіздерге әрқашанда жақсылық сыйлай берсін. Ал жас түлектер, ата-аналар, ұстаздар барлық құтты бола берсін. Қадамдарың тек
тек алға қарай жүре берсін. Таңдаған мамандықтарын тек мен бітіріп жатқандай болып тұрмын. Барлықтарын биіктен көріне беріңдер. Қай мектептікі деген кезде 52 мектеп бітірген түлектер деп айтылып жүре берсін. Тек денсаулықтарың мықты болсын, сіздіктерің артылмасын. Сол үшін ал жас түлектер құтты болсын. Мынау Асаба мырза бір кісі ұмытып кетті. Ең жақсы көретін, ең керемет ағаларың кім еді? Ол Асылжан ағайға сөз беруді ұмытып кетті ғой. Сол Асылжан өзің жоқ сөйле. Осы уақытқа деген осы тамадының сөйлеп жатқанын көріп сонда сөйлейтін еді ғой. Сөйлей береді ме? Біз ақшасына келгесін ұмытасың ғой бәрі. Әрине әзіл. Ал құрметті ата-аналар, осындай ұл-қызды дүниеге келіп, осындай ұл-қыздың өсіп өнгеніне үлкен үлес қосқандары үшін сіздерге алғыс айтамын. Қошеметтеп қойыңыздар. Мен 1996 туылған ауылымыздың азаматтары мен азаматшалары бар. Сол кісілерге сабақ бердім. 7-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін алып келдім да, 96-лар бітірісімен осы 2001 жылғы туылған сыныпты алдым, 7-ші сыныптан. Соны 11-ге шейін бітірттім. Бұларының қайсының мінезі қандай, қайсысы әзілді көтереді, қайсының идеясы жақсы, қайсының білімділігі жақсы. Сіздерден кейін осы ұстаздардың арасында мен де 5-ке білемін деп айта аламын. Өйткені бұлардың әрқайсысы маған өте жақын, бұлардың барлығын жақсы көремін. Маған ешқайсының бұзықтығын көрген жоқпын мен. Ешқайсысы мен үшін бұзық болған жоқ. Өйткені бұл 2 сыныпты да мен өте қатты жақсы көрдім. Өйткені А класына аздау сабақ бердім, дегенмен О класты да жақсы көрдім. Енді бұл балдарды болашақта мені ұмытпайды деп ойлаймын, ұстаздарын ұмытпайды деп ойлаймын. Сондықтан бұлардың әрбір басқан қадамдарына Алла тағала нұр жаудырсын. Осылардың несібесі шығар, осындай күнге жетіп, осындай несібелерінің арқасында ағарай оқуға түсіп кетсін. Барлығы бір жердің бастығы болсын, маманы болсын. Құдай қаласа сіздер сыйлаған қуанышты сіздерге сыйлата білсін. Енді бұлардың әрқайсысына тоқталып айтуға болады, бізде әттең уақыт жетпейді. Сондықтан әрқайсының істеген жақсылықтары көбейе берсін. Айналайын жандарым, бәрің бақытты болыңдар. Сендердің әрқайсыңдардың орындарың мен үшін ерекше. Мен сендерді қайда жүрсеңдер де айтып жүремін. Кеше районадағы бастығым звондап, Асылжан деп маған жұмыс айтып жатыр да, жұмыс айтып жатыр. Біреу саламатсыз ба апай деді ар жағынан. Сөйтіп, ей сен Ақтөбелі хан төресің ба? Асылжан да 52 11-ші класс тұр ғой, ұбт-ға кірейін деп маған айтып жатыр да, бұларды уже бәрі танып қалған ғой 11-ші класты. Кез келген шара болсын, кез келген не болсын, бәріне қатысады. Қыздарымды да, ұлдарымды да өте жақсы көремін. Гүлжанат сияқты жаным ашиды. Гүлжанат сияқты қызмет істемесем де, Гүлжанат сияқты, Гүлназ сияқты, осы апайлар сияқты жаным ашиды. Сендерге рахмет, үмітті ақтадыңдар. Емесе уваз болатын еді не болды ғой. Молодец, рахмет. Дауға жалғастырсын. Жылда Асылжан тамада болады, енді 2-3 мәрте болды. Сол тамада болып сөйлеген, аса болып сөйлеген бір бөлек, мұғалім болып сөйлеген бір бөлек қой. Сосын Асылжанға ұнап жатқан, бірақ енді ақшасына келгенін білмеппін. Жігіттер бақытты бол деген оңалдарын көтеріңдер деп мен де шама алып кетейін бе. Құтты болсын, барлық мұғалімдер өте байсалды, серьезно сөйлеп жатқаннан кейін мен шама әзілдейін дегенім ғой. Көңіл көтеріп отырыңдар. Дәл осылай көңіл күйлерің керемет болып, дендерін сауып жүре беріңдер. Құтты болсын. Алған балдарымен Құдай қаласа, қалаған мамандықтарына грант иегері болып түсе беріңдер. Барлықтарың үшін қызыл диплом алыңдар. Сүйген оқуларына. Керемет. Барлықтарың әдемі едіңдер, бүгін одан сайын әдемі көтсіңдер. Әсіресе Нұрдәулет. Әдемі. Кенже ханым ол. Жасаған.
өйткені оған көп ұзатындығым мақтайсың. Дұрыс қой Дауылбай, аққа ақ, қараға қара жақ деген дұрыс. Кішкене маған келетін ағашым ғой. Ал ата-аналар құтты болсын. Мынау көптен күткен 11 жыл бойы мұғалімдерге тапсырып, жаңағы сүйегі мерге ет сенікі деп тапсырып, сеніп, нәтижесін көріп отырсыздар. Құдай қаласа осы бұл қыздарыңыздың қызықшылығын көре беріңіздер. Дәл осылай жылда, күнде қуанта берсін. Құтты болсын барлықтарыңызға. Мұғалімдерге айтарым, еңбектеріңіз әрі қарай дәл осылай жана берсін. Осындай жетістікке барлығымыз бірге жете берейік. Барлықтарыңызға тағы да құтты болсын. Рахмет, керемет. Дастархан басына жайғасуларыңызға рұқсат. Енді мына пән мұғалімдерінің атынан би жіберейін десем, өз билегісі келіп тұр дегенге ойлап қалар. Енді жаңа бұл оқушыларымыз 2001 жылы дүние есігін ашты ғой. 2001 жылы дүние есігін ашқаннан кейін 6 жаста келдіңдер ғой, бірінші сыныпқа 6 жаста келді. Бұлардың барлығы біз мектеп бітіріп атқанда бұлар өмірде жоқ екен. Біз 2003 жылы бітірдік, ол кезде бұлар 2 жаста екен, 2000. Сол 2 жаста міне үлкен азамат пен азаматшалар болып жатыр. Барлығы өсіп жігіт болып жатыр, бозбаламен бойжеткен болып жатыр. Енді біздің қыздарымыз бен балдарымыздың әрқайсының жақсылығын айтсақ, таң атқанша тауыса алмаймыз. Сондықтан ортада Дауылбай ағай айтпақшы, бір жақсы би болсын. Енді тек жас түлекпен сынып жетек мұғалім емес, ата-аналар да қосылып бір билейік кәнекей. Ортада би. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талсана, шоқынан бір билейік, шаншырап ортада. Шаршамай, шаршамай, аяқ қолың талсадай, шоқынан бір билейік, шаншырап ортадай. Шаршама
Biz toyimizдің басында, кешіміздің басында оқушыларымызға нөмірленген қағаз таратқан болатынбыз. Әрине, бүгінгі бітіріп жатқан түлектердің барлығы біз үшін, ата-ана үшін де, ұстаз үшін де бірдей. Олардың ешқайсысын бөліп жармаймыз. Сондықтан да олар өздерінің несібесіне байланысты номер алған, сол номер бойынша барлығымыз қошеметпен ортаға бірінші нөмірді алған жас түлектерді және солардың ата-аналарын ортаға шақырамыз кәнекей. Бірінші нөмір алғандар Серікбай Түрксен, Ақылбек Түркбәле, Есенбек Динара, Жансейіт Аушан Шымабекова күні ата-аналар мен ата-аналарға Sen bana var, sen
дауысқа келгенде өлең жаттайтын ек. Алфавиттің А тұрады басында, Ә тұрады әрқашанда қасында. Білесің ба, Б тұрады үшінші деп. Сол сияқты арпа ішінде бір бидай, Нұрдәулет ініміз ал сыныпта журналдың екінші тұрады. Сондықтан өзің бастайсың енді. Құрметті ұстаздар, сыныптастар, достар, ата-аналар, сіздерді бүгінге кешке келулеріңізге шынымен өз алғысымды айтамын. Бүгінгі кеш жалпы ұстаздар арқасында деп ойлаймын. Ұстаздарға өзім атынан ерекше алғысымды білдіремін. Олай болса, сыныптастарым, достарым, сіздерге тілерім тек денсаулық, қадамдарыңыз нық болсын, алдағы өмірде еш сүрінбей мақсатымызға жетейік. Бұдан да үлкен жиындарда бас қоса берейік. 10 жылдық, 20 жылдық, Құдай қаласа аман басымыз түгел бас қосып, осылай әрқашан көңілді болып жүрейік. Ой, рахмет. Нұрдәулет ұстаздар тарапынан да, ата-ана тарапынан да, ауыл тарапынан да өте зерек балдардың бірі болды. Зеректігі ары қарай дами берсін. Көп сөйлемейді. Байқадыңыздар тілегінен де. Көп сөйлеуі жоқ, аз ғана. 40 минут сабақ болса, үй тапсырмасына 10 минуты берілсе, 10 минутында сөйлейді, болды, қалған уақытта тып-тыныш отырады. Қасындағылар мазақтап тиіссе де күліп отыра береді. Өзі қыздай болып өскен бала дейді ғой. Сол сияқты Ақылбек Нұрдәулет сондай жігіт. Оның эссе жазғаны бар. Бір күні эссе жаздырып, эссесін оқып жатсам, өзіміздің ауыл туралы эссе тұғын. Түйсем, школьный каналды жағалап келе жатсам деп бастағанда, аяғыма, шалбарыма жабысқан шеңгел болды дейді. Өтіп барып артыма қарасам, мен емес дегендей шеңгел басын шайқап тұр дейді. Қарасаңшы қандай теңеуі, шеңгел жабысып кеткеннен кейін қимылдап тұрады ғой. Артыма ашуланып қарап қалсам, мен емес дегендей басын шайқап тұр дейді. Сол сияқты Нұрдәулет алатын асуың биік болсын, Құдай қаласа. Сізді тәрбиелеген ата-анаңызға рахмет. Гүлнар апай, өзіңіз. Құрметті ата-аналар, ұстаздар, мынау жас түлектер, бүгінгі кеш құтты болсын. Не айтамын енді, барлықтарыңа өмірде сүрінбей, алға тек қана алға жоғарылай берулеріңе тілектеспін. Өзімнің балаларыма не тілесем, бүгінгі жас түлектерге барлықтарына да сол жақсы тілектерді тілеймін. Айтылып жатқан тілектер, әлде айтылатын тілектер, періштенің құлағына жалынсын, бақытты ғұмырлы болсын. Алда енді оқуға түсу тұр ғой, содан сүрінбей, барлықтары да 100% бір-бір оқу егері болып кетсін, өмірде өз орындарын тапсын. Неше жылдық кездесулерде орындары жоғалмай, тек бақытты болсын. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Енді Жансейіт Аружан. Бұл кісі туралы да айтатын нәрсе көп. Білім жағынан да, тәртіп жағынан да. Бұл кісінің енді еркелігі басымдау. Бұл осы мектептің кенже қызы сияқты, 11 сыныптардың ең кенжесі осы сияқты еркелеп жүреді үнемі. Ал, Аружан. Құрметті ата-аналар, біріншіден сіздерге үлкен алғыс. Осындай үлкен дастархан жайып бізге осылай жасап беріп жатқандарыңызға үлкен алғыс. Екіншіден ұстаздар ұжымына алғыс айтқым келеді. Осылай 11 жыл бойы бізге білім дәнімен сусындатып, осылай бітіртіп жатқандарыңызға үлкен рахмет. Енді өзім класстастарыма айтарым, осы алда үлкен жол күтіп тұр. Сол сендерге ақ жол тілеймін. Өмірде бақытты болыңдар, денсаулықтарыңыз зор болсын. Құрметті қонақтар, алғашқы ұстаздар, сіздерге көп рахмет. Ренжіткен болсам кешіріңіздер деп бірінші кешірім сұраймын.
өмір жаста шілей көбісіңізбен келіп қалдым келетін жерге. Сол үшін кешірім бәріңізден. Ал мына ата-аналар күтіп жатқан ұл-қыздарыңыздың қызықшылығын көріңіздер. Алған балдарының жемісін көрсін. Мына оқушылар не деймін? Жас түлектер жолдарың ақ болсын. Қалаған мамандық иегері болып, елдеріңе қызмет жасап, үлкен азаматша азамат болып, бақытты баянды өмір сүріп, алдымызда күліп ойнап, әрдайым өсіп жүре беріңдер. Басымыз тек қызықшылықта ғана жолықсын. Сол үшін. Құрметті оқушылар, ата-аналар, ұстаздар, сіздерге бүгінгі мерекеге қош келдіңіздер. Ең бірінші тілегімді өзімнің анама арнаймын, осы уақытқа дейін мені тәрбиелеп, осы уақытқа дейін мені жеткізгеніне. Екіншіден, Гүлжанат апайға алғысымды айтамын. Осы уақытқа дейін мен негізі мінезім оңай қыз емеспін. Мінезіме төзген осы уақытқа дейін Гүлжанат апайға алғысым шексіз. Одан кейін достарым, опытын тапсырдыңдар, жақсы баға алдыңдар. Енді сол алған бағаларымен қалаған оқу орындарына түсіп кетіңдер. Сендерге алдағы уақытта тек қана сәттілік тілеймін. Армандар орын алады, мақсаттарың айқын болса, тек қана мақсаттарың айқын болсын. Құрметті ата-аналар, ұстаздар, жас түлектер бүгінгі кештеріңіз құтты болсын. Ата-аналарға айтарым, ұл-қыздарыңның қызығын көре беріңдер. Ұстаздарға алғысым шексіз әрине. Жас түлектерге қалаған оқу орнының азаматы мен азаматшасы бола беріңдер. Сәттілік тілеймін сендерге. Мен ең біріншіден барлық ата-аналарға алғысымды білдіргім келеді. Және екіншіден бізді Жаңаарғаннан ОВТ бойынша 6-шы орын алуымыз осы ұстаздардың арқасында деп ойлаймын. Және сол үшін барлық ұстаздарға үлкен алғыс айтамын. Және келесі өзімнің достарыма, сыныптастарыма ақ жол тілеймін. Келер өмірде көптеген алдарынан күтпеген тосын сыйлар көп болсын деймін. Денсаулықтары мықты болсын. Бақытты болыңдар. Рахмет, айтқанда ойлап қалмаңыздар, оқушылардың екеуіне өтіп қалғанда комментарий айтпады деп. Одан кейін тілек айтқан Гүлсән, өзінің аты айтып тұр. Гүл десе гүл, сән десе сән. Жүргеннің өзі кино орын. Гүлсән оқушымыздың. Ән айтсаң ән айтады, биле десең билейді. Барлық жағынан қабілетті. Одан кейін Гүлнұр оқушымыз өзі биязы, жай ғана жымиып күледі. Ашуын көрген жоқпыз, көрсетпесін. Сабақтан да жақсы, өте жақсы. Енді сол кісінің анасына берейік. Класстасы ұқсап тұрып Ардақ апайым. Ал құрметті бүгінгі кештің қонақтары, ата-аналар, ұстаздар, жас түлектер, бүгінгі мерекелерің құтты болсын. Әр уақытта жас түлектер жолдарың ашық болсын. Өмірде кездесетін кез келген қиыншылықтарға төтеп беріп, ұстаздарының берген білімдерін сол қиыншылықтарда қолдана алып, өздерінің қалаған мамандықтарының иесі болып, биік белестерден көріне беріңдер. Біз сендердің тек қуаныштарыңды естіп, соны қуанып, тойлап жүре берейік. Ал құрметті ұстаздар, мынау жас түлектер сіздердің арқаларыңызда мынау Құдай қаласа жоғарғы бал алып, аудан бойынша жақсы көрсеткіш көрсетіп, биік белестерден көрініп жатыр. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Осындай шәкірттер жылда біздің мектебіміздің мәртебесін арттырып, мына ұстаздардың мәртебесін әртүрлі жетістіктерден, шыңдардан көріне беруіне жол болсын, ақ жол болсын. Ал ата-аналарға айтарым, мынау өсіп отқан ұл-қыздарыңыздың қызықшылығын көріңіздер. Алған білімдерінің нәтижесін көрсетіп, сіздерге тек қуаныштарын сыйласын. Бақытты болсын. Рахмет айтқандарыңыз. Енді Есенбек Динараны білесіздер ғой. Бұл оқушы енді таза дарын иесі. Сондықтан орыстар айтады, одаренная ученица деп. Сол сияқты біздің мектептегі осы 11-ші классқа келген дарындылығымен, мен үшін әрине, қалған ұстаздар туралы айта алмаймын, өзім үшін дарынды оқушым, ең жақсы көретін оқушым Есенбек Динара. Сондықтан бұл кісіні айтып өтпей мүмкін емес. Құдай қаласа
болашақта бұл қыздың болашағынан үлкен зор үміт күтемін. Ата-аналары да, туған туыстары да сондай үміт күтетін шығар деп ойлаймын. Құдай қаласа, осы оқушым бір жерден тесіп шығады деп ойлаймын. Тесіп шығады деген жақшаның ішінде ғой, жарқырап шығады деген ғой. Ата-аналар, ұстаздар, бүгінгі кешке келгендеріңізге көп-көп рахмет. Осы күнге жетіп жатқанымыз әуелі Алланың, одан соң ата-аналар сіздердің арқаларыңыз. Осынша үлкен дастарханның басында барлығымыздың басымыз қосылып жатыр. Айтып жатыр ғой, үздік оқушы, бұл сыныптың бәрі үздіктер деп. Осы сыныптың осындай үздік болып шығуы мына мұғалімдердің арқасында. Мұғалімдердің арқасында барлығының алдында жарқырап, жайнап, өзімізді жақсы жағымыздан көрсетіп жүр. 52-ші мектеп ұжымындағы барлық мұғалімдерге айтар алғысым шексіз. Оның ішінде өзіміздің сынып жетекшілерімізге, әсіресе Гүлжанат апайға. 11-ші класста қосылған кезде ойладық, 2 класс бірде қосылып кете аламыз ба, бөлінбейміз ба, ол апай бізді қалай көреді екен деп. Құдайға шүкір, апай ешқайсымызды бөліп жарған жоқ. Сен ана классың, сен мына классың деген жоқ. Барлығымызға бірдей баласындай қарады. Осы сыныптағы 30 оқушы да өмірде өз орнын табады деген үлкен сенімдемін. Барлығы да дарынды, білімді оқушылар. Болашақта грант иегері болып, ата-анасының үмітін ақтайды деп үміттенемін. Рахмет. Мектеп ұжымдары, ата-аналар, алғашқы тойымыз, біреуіміздің ең соңғы тойымыз, құтты болсын бәрімізге. Балдарымыз биік шыңдардан көрінсін, біздің жаңағы басымызды төрге сөйлесін. Не алдымыз? 52-ші мектеп ұжымының мұғалімдеріне мен осым жалпы алғысым шексіз. Не дейміз? Динараның негізі 1-ші классқа мен еріп барған жоқпын, әжесі еріп барған тұғын негізі. Әжесінің арқасында міне үлкен қыз болып, бүгін енді арасында әжесі жоқ, болғанда ол кісі осы жерде отырар еді. Не алдымыз бәрімізге? Деніміз сау болсын, бақытты болайық. Қыздарымыз үлкен, ұлдарымыз үлкен, оқу орнына түсіп, біздің еңбегімізді ақтап, ардақтап жүретін оқушылар болсын. Жалпы мектеп ұжымына, ата-аналарға алғысым шексіз. Жалпы рахмет. Роза әпкеміздің айтып жатқан біреудің тұңғышы, біреудің кенжесі деп жатыр ғой. Ең соңғы тойдан Құдай сақтасын, суретке түсіп алыңыздар жақсылап. Содан кейін біздің гүл және сәннен қосылған Гүлсән қызымыз Ерке Есмахан құсап жақсы бір ән жолдайды. Соға жақсылап билейміз. Суретке түсіңіздер. Тамаша олай болса ортада жақсылап билеңіздер. Гүлсән қыздарыңыздың орындауында тамаша әуен. Сезімің солмайтып шығады, жадырайсың жан көрінде маған ұсайтын. Ұқсағанмен дәлізімде болмайтын шынар, суырылдан мен секілді тұрмайтын шынар. Ей, маған ұсайтын, күймедегі қанды қызыл құрметің жадыр. Маған ұсайтын, анашымның көзінде көзіреті. Ғашықтықтан қалам ұстайды, шын ғашықтар алыстаса баға ұстайды. Бізді келді бір адам жоқ жердің бетінде, көк жұлдызды қоршаған ай саған ұқсайды, айға жақын тұрған жұлдыз маған ұқсайды.